Қыз және махаббат. Қазіргі заманның аруы, қырағы болуы керек. Қалай дейсіз бе? Досың кім, дұшпаның кім? Адал ниетімен махаббатын ұсынушы қандай болады? Соны ажырата білу тиіс. Біз мысалы әріптесті дос деп ойлаймыз, немесе серіктес болып бір кісімен бірге жоба бастаймыз да, оны дос деп ойлаймыз. Дос деген сөзді оп-оңай қолдана береміз. Құрбы деген басқа нәрсе, дос деген мүлде бөлек. Дос деген кім? Достың 3 сипаты бар. Біріншіден, сіз жоқ жерде ол ешкімге сіз туралы ғайбат айтқызбайтын, сіздің атыңызға кір келтіруге жол бермейтін адам. Сіз жоқ болсаңыз да, сізді қорғайды, сізді жамандатпайды, сізді өкпелетуге жол бермейді. Екіншіден, дос деген сізді біреулер жамандап түкке тұрғысыз қылса да сіздің қасыңыздан табылады. Өйткені ол сіздің қандай жан екеніңізді біледі. Жер бетіндегі 7 миллиард адам келіп жамандаса да көнбейді. Үшіншіден, шын достан ақша, материалдық қиындық туындағанда кез келген уақытта барып ақша сұрап ала аласыз. Немесе ол сұраса, сіз тауып бере аласыз. Достықтың ең ажырайтын тұсы, немесе достықтың ең бекитін тұсы осы материалдық дүниеде. Ақша талай адамның ортасын бұзады. Ақша талай адамды жақындастырады. Ақшаға келгенде сүрінбеген адам қалған мәселенің көбінде сүріне қоймайды. Ал ақшаға қатысты жағдайда сеніміңді ақтамаған адамға сенбей-ақ қойсаң болады. Ақшаға келгенде қырағы болу керек. Келесі кезекте карьера мен махаббаттың қыз бала үшін маңызын айтайық. Карьера мен махаббат екеуі екі үлкен дүние. Осы екеуінің ортасындағы айырмашылықты көп қыздар ажырата алмағандықтан ғұмыры көп деген қиындықтарға толып өтіп жатады. Махаббат адамға өте керек. Ол аса тәтті дүние. Махаббат араласқан дүниесін тәтті қылып жібереді, қыздықты етеді. Адам махаббатқа бөленген кезде оны өзінің өлшемімен, мөлшерімен ұстап тұруға тырыспаса, махаббат адамды шектен шығарады, шекарадан да шығарады, тіптен өмірмен де қоштастырады. Қыз бен жігіттің арасындағы махаббатқа тоқталсақ, қыз бойжетіп 13-15-ке келе бастағанда бой түзей бастайды. Шашын қиып, маникюр, педикюр жасап, бет-әлпетіне көңіл бөледі. Бұл қыздың бойжеткен кезеңі, маңызды кезең. Қызым бойжете бастады деп бәріміз қуанамыз. Бірақ Фариза апамыз қыздың өзі ғашық болуы азап дейді. Қыз жігітті өзіне ғашық қылатындай тікелей сиқырлы құралы жоқ. Қысылады, батыл әрекет жасай алмайды да азап шегеді. Өзі ғашық болып қалудан сақтану керек. Өйткені қыз ғашық болғанда ер жігіттің ойы нашар болса, ниеті таза болмаса, өкінішке қарай жігіт қыздың махаббатын пайдаланып кетеді. Бұрын қыз бала мен махаббатының ортасында жеңгесі тұрған. Себебі қыз бала бірінші сырын жеңгесіне айтады. Жеңгесі оған фильтр жасап, «Әй, ол бала жақсы ғой, бірақ» деп кемшіліктерін, сипаттарын айтып таразылап, былайша айтқанда ашы дәрге су қосқандай сезімін басып, уытын әлсіретіп отыратын. Қазір өкінішке қарай Инстаграм, дайректі, тикток болғандықтан қыз бен жігіт арасында тікелей байланыс орнап жатыр. Осылайша олардың ортасында фильтр болмағандықтан көп қыздар кейбір жігіттердің былайша айтқанда алдау арбауының құрбаны болып кетеді. Қыз баланың махаббаты өте маңызды. Сүймеген адамына тұрмысқа шықпағаны дұрыс. Көбіне махаббат пен карьера мәселесін салыстырған кезде қайсысы бірінші, қайсысы екінші деп қарайды. Мен осыны өліп қарағанды ұната қоймаймын. Мысалы, өмір бойы жұмыс істемеген аналарымыз бар. Балаларын тәрбиеледі, күйеуінің жағдайын жасап отыр. Алайда сол аналарымыз шешіп отырған мәселелерге таразылап қарасаң, зауыт директорының мәселелерінен артық дүниелерді реттеп отырады. Я қарапайым үйде отыр. Бірақ ол күйеуі арқылы, балалары, басқа да әрекеттер арқылы қаншама қызметтерді басқарып, адамдардың бір-бірімен қарым-қатынастарын реттеп, үйіне қаншама қонақ шақырып, үлкен-үлкен мәселелерге әсер етіп отырады.
Алайда ол кісіде карьера жоқ. Бір күнде жұмыс істемеген, фирмаға бармаған, бір күнде жеке бизнес жүргізбеген. Ол үйдегі абыройы, өзінің берекесі арқылы қоғамдағы үлкен мәселелерді шешіп отырады. Енді біреулері карьера деп жеке бизнес жүргізіп, соның соңына түсіп, жақсы табыс тауып, шетелде қыдырып, қаншама қызықтарды көреді. Бірақ сондай әйелдің бірі, біреудің баласы, анасының мойнына оралып, анашым дегенін естігенде түнімен жылап шығатынын естідім. Неге? Мен карьера деп жүріп, күйеуге шықпадым. Карьера деп жүріп, бала сүймедім. Өзімнің өмірімдегі тек жеке өзіме арнадым да қаншама уақытымды өткізіп алдым, дейді. Сондықтан мен осы екі нәрсені біріктіріп қарағым келеді. Қайсысының реті келеді, соны жүзеге асыра беру керек. Мысалы, тұрмысқа шығуға сізге жақсы жігіттен ұсыныс түспей жатыр. Немесе ұсыныс айтқан жігіт әлі толық шешім қабылдай алмай жүр делік. Сіз біліміңізді, кәсібіңізді бастай беріңіз, әрекетіңізді жасай беріңіз. Құр қарап отырып қалмаңыз. Ал бірінші кезекте тұрмысқа шығуға болатындай жақсы жігіт ұсыныс айтса, ештеңеге қарайламаңыз. Себебі ол жігіттің арғы жағында перзент махаббаты жатыр. Оның арғы жағында туыстық махаббат, оның арғы жағында ерлі-зайыптының бірге жететін жетістіктері жатыр. Екеуін бірге үйлестіріңіз. Кейде дастарханда бірнеше тағам тұрады ғой. Сіз тәбетіңіз татқан асқа қол саласыз, иә? Бірінші мына салатты жейін, немесе самсағана жейін. Жоқ, бірінші самса жеуін керек, сосын салат деген сияқты шартпен тамақтанбайсыз ғой. Тәбетіңіз қайсысына тартады, соны жеп кете бересіз. Өмірде де тура солай. Сіздің алдыңыздан дәл осы сәтте карьераның есігі ашылып тұр ма? Онда әрекетке кірісе беріңіз. Бірақ біліңіз, егер карьера 100% сіздің отбасылық өміріңізге кедергі келтіріп жатса, ол карьера емес, ол қасірет. Өйткені шын мағынасындағы халал, пайдалы, берекелі карьера басқа бақытыңызға кедергі келтірмейді, көлеңке түсірмейді. Тура сол сияқты отбасылық бақытты да елеусіз қалдырмаңыз. Алдыңыздан үйленетіндей, тұрмысқа шығатындай мүмкіншілік келді ме? Шешім қабылдаңыз, тәуекел етіңіз. Тұрмысқа шыға беріңіз. Өйткені жақсы жігітке тұрмысқа шықсаңыз, ол сіздің басқа қабілетіңізді тұншықтырып тастамайды. Сіз жақсы жігітке күйеуге шығатын болсаңыз, ол сіздің бойыңыздағы ғылымыңызды, біліміңізді, ақылыңызды аяқ асты етпейді. Егер сіз шын бақытты қылатын жігітке тағдырыңызды қоса алған болсаңыз, сіздің карьераңыздың да қосымша жүзеге асуына мүмкіншілік тауып береді. Сондықтан еш уақытта карьера мен отбасылық махаббатты бөліп қарастырмаңыз. Екеуі бірге үйлесімде бола алатын дүниелер. Қайсысының бірінші мүмкіншілігі алдыңыздан шығады, сол есіктен кіріп кете беріңіз. Бұл менің өмірлік тәжірибем. Қаншама тек қана карьера деп деген адамдардың да тығырыққа тірелгенін көрдік. Карьерасы да, басқасы да құрысын деп, өзі жақсы білмейтін жігіттің етегінен ұстап, жылап жүрген қыздарымызды да білеміз. Сондықтан шын бақытыңызды тауып, шын мықты жігітке шықсаңыз, ол сіздің бойыңыздағы басқа қабілеттеріңізді тұншықтырмайды. Енді сіз бір жақсы карьерада жүрген болсаңыз, ол шын мағынасында сізге ләззат сыйлап, жақсылық әкеліп жатқан болса, бұл сіздің отбасылық бақытыңызға да кедергі болмайды. Екеуін біріктіріп кетуге Алла тағала бір пенденің бойына толық мүмкіншілік беріп қойған. Сіздің аруларымызға осы нәрсені айтқым келеді. Махаббат деген нәрсенің ішінде бір үлкен бір құбылыс бар. Оның анық білмесек, адасамыз. Махаббатқа ең негізгі нәрседей өте қатты мән беруге болмайды. Махаббатқа назар салу керек. Махаббаттың өзі-ақ адамды алып кетеді. Мысалы, сіз теңізге шомыласыз. Махаббат теңіз сияқты. Теңіздің ортасына барып шомылмайсыз ғой, шетіне шомыласыз. Анау осау толқындар сізге ерік бермей, өзінің тереңіне алып кетуі мүмкін. Махаббат та сол сияқты. Махаббаттың шетіне шомылсаңыз, соның өзі жеткілікті. Махаббатқа өзіңізді көзсіз тастай салсаңыз, сіз ертең тұншығып, қай жерінде жүргеніңізді білмей қаласыз. Иә,
Махаббат деген теңізге өзіңізді бүтіндей тастай салмаңыз. Махаббаттың толқынын басыңыздан асырып отырмасаңыз, махаббат кейде сізді қор қылатын жігіттің аяғына салып беруі мүмкін. Махаббат сіздің көзіңізді тұтастай жауып тастап, жаныңызда шырылдап тұрған жақындарыңыздың ақылын естіртпей тастауы мүмкін. Пештегі отқа біртіндеп отын салып, маздатып жаққан сияқты махаббаттың пайдалы қызуы болуы керек. Пешке отты лаулатып жақсаңыз, қазандағы тамағыңыз күйіп кетеді. Ал бабымен жағып отырсаңыз, қазандағы асыңыз балбырап пісіп, алдыңызға тәтті тағам келеді. Махаббаттың да қызуы қазаныңыздың астына жаққан от секілді мөлшермен болуы керек. Махаббат сөніп қалса да жаман. Неге? Махаббатсыз дүние бос деп Абай атамыз айтқандай, махаббат болмаған жерде құштарлық болмайды. Махаббат болмаған жерде бір-біріне деген сағыныш болмайды. Әсіресе ерлі-зайыптыларда. Балалар үшін өмір сүріп жатырмыз. Бір-бірімізге үйреніп қалдық. Осынша жасқа келгенде енді не істейміз дейтін отбасылар бар. Махаббаттары өшіп қалған. Ол неге өшіп қалды? Білесіз бе? Себебі махаббат өздігінен тұтанбайды. Оны тұтатып отыру керек. Сен кәдімгі ару ретінде өзіңнің жарыңды еркелетіп, өзіңде еркелеп күлімдеп, оңашада қылығыңды көрсетіп, кішкентай болса да жарыңның көңілін қуантатын, жігіттік махаббатын оятатын тамызсыздырықты тастап отырыңыз. Жасыңыз 30-ға, 40-қа келсе де. Қойш, махаббат нес? 40-30-дан астық, 50-ден астық деп, махаббат деген тақырыпты жауып тастасаңыз, ол өз-өзінен бұрқ етіп оянбайды. Сосын қай жерде оянады? Көшеде оянады. Үйдің ішінде махаббат болмаса, махаббаттың көшеде оянып кетуі өте оңай. Неге? Тыйым салынған нәрсе тәтті болып тұратыны бәрімізге белгілі. Біреудің әйелі біреуге қыз көрініпті деген сөз бекер айтылмаған. Кез келген жігіттің сізге ұнап қалуы табиғи нәрсе, бірақ осы жігіт ұнап қалды дегеннен бастап 3 нәрседен сақтаныңыз. Егер бір жігіт ұнап қалса, махаббатқа қатысты музыка тыңдаудан қашықтаңыз. Себебі ана музыка сіздің жігітке деген махаббатыңызды соқыр сезімге жетелейді. Махаббатыңызды үрлеп, лаулатып, жан дүниеңіздегі ақыл сана, білім деген сияқты дүниелердің барлығының есігін жауып тастайды. Сіз тек қана соқыр сезіммен сол жігітті ғана аңсайтын адамға айналып кетесіз. Ләйлі Мәжнүн деген дастанды білесіздер, я? Ләйлі ару болса, Мәжнүн деген жынданған адам деген сөз. Яғни, ғашық болған жан жынданған адамның халіне түсіп қалады. Сіздің бір жігітке көңіліңіз ауып қалды делік. Ол жігіт сізге қарай ма, қарамай ма, немесе ол жігітпен өмірді әрі қарай байланыс орнай ма, жоқ па? Білмейсіз. Сондықтан өз-өзіңізді аяқ асты етпеу үшін, өз-өзіңізді қор қылмау, қайғы қасіретке батырмау үшін 3 нәрседен сақтаныңыз. Біріншісі, махаббат туралы музыка тыңдамаңыз. Ол сіздің махаббатыңызды одан сайын қоздырып күшейтіп жібереді. Екіншісі, ол адамды көріп қалу үшін іздеуден, сыртынан жай ғана бақылай беруден тартыныңыз. Себебі ол сіздің ғашықтық сезіміңізді арттырып, қайғы қасіретке батырып жібереді. Үшіншісі, тез арада ол жайында суық анализ жасауға, нақты мәліметтер білетін, жақсы танитын адамдармен сөйлесуге тырысыңыз. Егер ол жайында басқа да мәліметтер алмасаңыз, сізде пайда болған ғашықтық сезіміңіздің сізге ауырлық әкелуден басқа пайдасы жоқ. Сіз құр босқа ауырып, оны аңдайсыз, сағынасыз, ойға шомылып босқа жатасыз, жылайсыз. Басқа нәрсеге зауқыңыз болмайды. Ол туралы сұрастырып білсеңіз, оның да пенде екенін көресіз. Мүмкін оның әйелі немесе басқа сүйген қызы бар шығар. Осындай ақпараттар арқылы пайдасыз махаббаттың алдын аласыз. Ал өкінішке қарай, өнер жұлдыздарының жаным күнім деген сияқты тағы басқа да лирикалық әндерді тыңдай беретін болсаңыз, ол адамға деген соқыр сезіммен өзіңіздің тығырыққа қалай кіріп кеткеніңізді білмей қаласыз. Қазіргі кезде күйеуге шыққысы келмейтін қыздар көп. Бұл да артық ақпараттың жемісі. Сізде елдің бәрі ажырасып жатыр ғой. Мен де ажырасып кетуім мүмкін. Ажырасатын болсам,
күйеуге шығудың не қажеті бар деген сияқты ой болуы қажет емес. Өйткені ата-анаңыз ажырасып кеткен болуы мүмкін. Олар да ажырасып кетті ғой, той жасап тұрмысқа шығудың қажеті не? Бәрібір күндердің күнінде ажырасатын болсақ деген ой мазалайтын шығар. Бұл жерде бір нәрсені біліңіз. Әке-шешеңіз босқа ажыраса салған жоқ. Олар ажырасу үшін де ұзақ әңгімелесті. Мүмкін реніш, талас, тартыс болған шығар. Ақылдасты, сөйлесті, ортаға адамдар араласты, оларды қосуға тырысты. Көптеген әрекеттер жасалды. Сол әрекеттерден кейін ғана олар ажырасты. Екі адам отырды да еріккеннен ажыраса салмады деп ойламаңыз. Сіз ажырасам деп қорықсаңыз, бірінші кезекте өзіңізді сондай ниетке бағыттап жатырсыз. Адамның тағдырын көп жағдайда ниеті шешіп кетеді. Ой, бәрібір ажырасам ғой десеңіз, шынында да ажырасудың жолы жеңілдеп кетеді. Өзіңіз ойлаңызшы, мысалы спортқа қатысып жатқан әрбір адамның олимпиада чемпионы болсам деген арманы болады. Бірақ жер бетінде сіздің салмағыңыз бойынша 1000 адам күрестен жаттығып жатқан болса, олимпиада чемпионы болу бір адамға бұйырады. Сол бір орын үшін 1000 адам жаттығып жүрген болуы мүмкін. Олимпиадада да садақ ату, жүгіру тағы басқа спорт түрінен бір адам чемпионы болады. Ал әлемде 10 мыңдаған адам мен чемпион боламын деп дайындалып жүр. Олимпиада чемпионы болудан отбасында бақытты болудың мүмкіндігі көбірек. Неге? Себебі 100 отбасы болса, сол отбасының барлығының да бақытты болуға мүмкіндігі бар. Бірақ сіз, әй мен ажырасып кететін шығармын, сондықтан тұрмысқа шықпай-ақ қояйын дейсіз. Сол себепті жақсы нәрсеге ниеттенуіміз керек. Хадисте айтылғандай, сендер Алла жайында қалай ойлайсаңдар, Алла сендерге сондай нәтиже береді. Алла рахымды, Алла кешірімді, Алла менің әке-шешемнің де мейірімді. Алла тағала мені сүйіп жаратқан. Мен мұсылманмын, маған міндетті түрде жақсылық береді деп Алла туралы жақсы ойласаңыз, Алла сөзсіз сізге тура сондай қарым-қатынас жасайды. Сіздің істеріңіздің соңы сондай нәтижелі болады. Ой, осындай ұсақ-түйекті де Алладан сұраймын ба? Алла маған береді дейсің бе? Қойшы десең, сен Алла жайында өте төмен ойладың. Ондайда Алла тағала да сені көрмей қалу қаупі бар. Дұрысын Алла ғана білуші. Тұрмысқа шығатын кезде қыздарға көбіне кедергі болатын нәрсе не? Ол сенімсіздік, үмітсіздік. Айналамыздағы адамдардың өмірін көптеген фильмдерді көріп, адамдар тұрмысқа шықпай да бақытты болып жатыр ғой деген қиял елес қалыптасуда. Инстаграмда ешкім сізге бақытсыз сәтін көрсетіп жатқан жоқ. Тіптен жаласа да, соның артында бір есеп бар. Бір блогер сырын айтып жылауы мүмкін, алайда артында өз мақсаты жатады. Біреу өзінің кедей-кепшік өмірін көрсетті делік, оның артында өзінің бір есебі тұрады. Яғни инстаграмға адамдар есепсіз ештеңе салмайды. Мысалы, мен салсам, ел бірдеңе түсінсін деп салуы мүмкін. Менің де есебім бар, сауап алғым келеді. Ешкім сізге шын бақытсыз сәтін көрсетпейді. Тек бақытты сәтін көрсетеді. Тұрмысқа шықпай-ақ бақытты өмір сүріп жатыр дегеннің өзі бір сценарий. Тұрмысқа шыққысы келетін де қыздар бар. Былайша айтқанда, феминисті болып көрініп, тұрмысқа шықпаса да қыз бала толық бақытты бола алады деген насихатты айтып жатқанмен, шын қолын созатын жігіттер кездесіп қалса, сол феминисті болып жүрген қыздың өзі ертесіне күйеуге шығып кетуі мүмкін. Өйткені өмірдегі шынайылықпен бетпе-бет келу мүлде басқа нәрсе. Қыздар қорықпаймын, үмітсіздікке салынбаймын десе, шынында да соңғы кезде жігіттер әлсіреп кеткен. Өйткені күн сайын әлсіз жігіттердің де насихаты күшейіп жатыр. Мысалы, кей-поп, тағы басқа дейміз. Кәріс мәдениеті, батыс мәдениеті әрқылы жігіттердің қаншама мияулаған моделі бізге насихатталуда. Батыр тұлғалы, қабағынан қар жауған, сұсты жігіттер дөрекі, қыздың тілін таба алмайтын сияқты көрінеді. Ал шашын бояп, сырға таққан, нәзік, жай ғана сыбырлап, ән айтатын, әдемі билейтін жігіттер қыздың көңілін табатын сияқты. Солай насихатталып жатыр. Бірақ сол нәзік жігіттер өмірде қиындық кездескен кезде бірінші сынып кетуі мүмкін екенін ойлай бермейсіз.
Ал дөрекі көрінетін жігіттер қыздың тілін таппайтын сияқты көрінгенімен ең қиын сәттерде қорған бола алатынын ұмытып кетеміз. Өкінішке қарай қазір әлсіз жігіттердің, әлсіреп кеткен жігіттердің жарнамасы көп. Мықты, нағыз шыдамды қорған бола алатын қыз баланы алақанында ұстайтын, алдамайтын, өтірік айтпайтын, бүкіл жағдайын жасайтын мықты жігіттердің насихаты аз. Мысалы, жақында Астанада өзінің бала шағасы бола тұра өмірін қауіпке тігіп өртеніп жатқан үйдегі адамдарды құтқарып қалған жігіттерді қарасаң, бұрын атағы шыққан жігіттер емес, қазақтың қарапайым балалары, батыр жігіттер. Солардың насихаты жасалып жатыр ма? Ол жайында фильм түсіріліп жатыр ма? Ол жайында әңгіме, кітаптар жазылып жатыр ма? Жоқ. Керісінше, қазіргі уақытта романтикаға толы, әлсіз, нәзік жігіттердің насихаты жүріп жатыр. Тұрмысқа шықсам, ажырасып кетем, немесе тұрмысқа шықпасам да керемет өмір сүруге болады деген алданыш ой қазіргі уақытта қатты насихатталуда. Әркімнің тағдыры әртүрлі, бірақ жалғыздық Құдайға ғана жарасқан. Мүмкіндік болса, тұрмысқа шығамын деген ойыңыз болса, 3 түрлі нәрсені насихаттаған болар едім. Бірінші, әлбетте Құдайдан шын сұрауыңыз керек. Қай кезде сұраймыз? Ел ұйықтап жатқанда тұрып сұраңыз. Жұма күні мешітке барып садақа беріп сұраңыз. Аллам, мына туысқаныма сенің разылығың үшін көмектесіп жатырмын. Маған бір жақсы жігітіңді кездестірші деп сұраңыз. Өйткені жер бетінде сізді бақытты қылатын жігіт жүр. Ол қабырғаның ары жағында жұмыс істеп отырған болуы мүмкін. Мүмкін басқа облыста жүр. Білмейсіз. Мүмкін кинодағыдай сіз есіктен кіріп келе жатқанда ол жігіт шығып бара жатқан шығар. Немесе сіздің қасыңызда жүр. Алла кездестірмей жатыр. Кездесу үшін не істеу керек? Алла саған серік қоспаймын, сенің серігің жоқ. Бір Алла маған күре тамырымнан да жақынсың. Отқа, суға, тасқа, әруаққа ешкімге сыйынбаймын. Бір өзіңнен ғана сұраймын. Серігі болмаған, ортағы болмаған, Алла жәрдем берші маған. Мен әлсіз құлыңмын. Мен өмірде жоқ едім, сен мені бар қылдың. Міне өмірге келдім. Енді арқа сүйер жанашыр жарасып жүретіндей бір жар іздеп тұрмын, деп Алладан шынымен сұраңыз, Алла береді. Екінші, әке-шешеңізден сізге дұға жасауын сұраңыз. Әке-шешеңіз елмен араласуға мүмкіндігі тар болса, жақсы жерден күйеу бала іздесін, табылады. Мен өзімнің қаншама қарындастарымды таныс тамырым арқылы тұрмысқа бердім. Менің қарындасымды ал деген жоқмын. Менің қарындасым бар ғой. Ана жігітке айтсаңшы, маған келсін, таныстыра аламын деп өзімнің досыма айттым. Досым ол жігітке Мұхамеджан ағаның немере қарындасы, жиен қарындасы бар. Ағамен сөйлеспеймісіз бе? Деген тәрізді өз ойы сияқты жеткізді. Осылайша сөйлестіріп, таныстырып жіберген жерлеріміз де бар. Бұл дінде бар нәрсе. Қарындасыңды өткіз алмағандықтан емес, жақсы адамға барса екен, өзім білетін, танитын адамға барса екен деген қам көңіл ниетпен жастарды таныстырып, байланыстырып жіберу. Сондықтан ағаңызға, әкеңізге құлақ қағыс қылып, әзілдеп болса да, еркелеп болса да айтып қойғаныңыз дұрыс. Жездеңізге, әпкеңізге де айтыңыз. Сол арқылы да қаншама тағдырлар өзінің қосағын тауып жатады. Үшіншісі, егер сізге жақсы бір жігіт назар аударған, көзі түскен болса, сіз ол жігіт назар аударып тұрған қыз болғандықтан толқисыз, ұнатып қалдыңыз делік. Ондай кезде суық ақылмен анализ жасай алмай қалуыңыз мүмкін. Сондықтан ол жігітке деген махаббат жоқ, суық анализді бар адамдармен кездестірген дұрыс. Мысалы, әкеңізбен, ағаңызбен, жездеңізбен. Сізге қамқор, уәли, жаны ашитын жақсы адаммен кездестіріңіз. Әсіресе ер адам болғаны жақсы. Ер адаммен кездестірсеңіз, ол артықшылы кемшілігін сізден гөрі жақсырақ көреді. Неге? Жігіттің назарын аударған қыз болғандықтан сіздің жүрегіңіз қозғалады, жан дүниеңіз басқаша қабылдайды. Ондай кезде сіз оның бойындағы артықшылығы мен кемшілігін таразылай алмай қалуыңыз мүмкін.
Бірінші Құдайдан сұрасаңыз, екінші әке шешеңіздің дұғасы болса, үшінші сізге назар аударған адамды төңірегіңіздегі жанашыр адамдарға тексерте алсаңыз, жігіт жайындағы ақпаратыңыз толық болатын болса, сіздің бағыңыздың ашылуына, қорықпай күйеуге батыл түрде шыға беруіңізге үлкен себеп болады. Кейде қазақ қыздарының батылдығына таң қаламын. Жақында Павлодардан бір қыз хабарласып, аға, сізді сыйлаймын, бірақ танымаймын, білмеймін. Маған осындай бір жігіт келіп жүр. Не айтасыз? Сол жігітті зерттеп бере аласыз ба дейді. Қалай зерттеймін? Аға, міне парақшасы, мынадайлары бар деген сияқты мүлде таныс емес жігіт туралы менің ойымды сұрады. Кейде сол өңірдегі достарымды жіберіп зерттеп, қандай адам екенін біліп беріп жатасың. Немесе қыздар кейде Шымкентте, Қызылордада жүріп, аға, сіздің төңірегіңізде өзіңіз танитын інілеріңіз бар ма? Мен тағдырымды тапсырар едім деп жазып жатады. Шынымен де төңірегіме қарап, өзім танитын жақсы жігіттерді сол қыздармен байланыстырдық. Қазір Аллаға шүкір, бір-бірінен бақыт тауып жатқандары бар. Көрдіңіз бе? Сондықтан егер күйеуге шыққыңыз келмесе, сондай сезім бойыңызда тұрған болса, қорқу керек. Неге? Сіз үлкен жақсылықтан айырылып қалайын деп жатқан болуыңыз мүмкін. Күйеуге шықпау туралы ой қайдан келеді? Бақытсыз отбасыларда ажырасып жатқан күйеуі, езіп тастаған, кибербуллинг жасап, әйелін өлтіріп қойған, әйелін ұрып, бала-шағасын асырамай тастап кеткен, қиянат жасап, жақындардың ақпараттарын көп естиміз. Жатқандардың ақпаратын көп естиміз. Атақты сайттарды ашсаң, біреу әйелін ұрған, біреу бүгін әйелін қуып жіберіпті. ютубты ашсаң, анадай, фейсбук, телеграм, қайсысын ашсаң да ақпарат таратушылары аямайды ғой. Күндіз түні төбемізден төмен қарай негатив ақпараттарды құйып жатыр. Тұрмысқа шықпақ түгілі, мына өмірден түңіліп кетесің. Үйленбек түгілі, тек қолымызды төбемізге қойып, басқа жаққа безіп кететіндей жағдайда тұрамыз. Қыз баланың жүрегі нәзік. Баяғыда қазақта ауылға қарай атпен шаппа деген. Неге десең, біреу атпен тасырлатып шауып келе жатқанда үйдегі аяғы ауыр әйел баласын түсіріп алуы мүмкін екен. Жаманат хабар әкеле жатыр ма деп қан қысымы жоғары апамыздың қан қысымы көтеріліп кетуі, үйдегілер үрейленіп қалуы мүмкін екен. Сонда қарасаң, жай ғана ауылға қарай атпен шапқан адамның өзі ауылға психологиялық салмақ болып саналған. Қазіргі кезде WhatsApp-қа келіп жатқан ақпараттар бізді оңдырып жатыр ма? Жоқ. Сіз бір негатив ойға, үмітсіздікке салынсаңыз, ол сіздің кінәңіз емес. Сізге жан жақтан аямай құйып жатқан ақпарат таратушылардың жауапкершілігіндегі дүние. Өз өзіңізді қорғап, өз бақытыңыз үшін күресуіңіз керек. Біздің қоғамда өте көп қайшылықтар болып жатыр. Қазір көбіне жігіттің әлсіз болуы, қыздың пысық болуы қалыпты деген сияқты үрдіс пайда болған. Неге? Қыздар жан таласып, дамып, оқып, ақша тауып, бизнеске барып жатыр. Олдар қалып кетуде деген үрдіс бар. Бірақ олдар да шамасы келгенше тырысуда. Қоғамдағы дінсіздік, имансыздық, әділетсіздік, тәрбиесіздіктерден шынында да көптеген жігіттерді қолдан әлсіретіп алып жатырмыз. Мысалы, Кавказ балуандардың мықты шыққан жер ғой. Егер бір балуаннан олимпиада чемпионы болады деп үміт етсе, жасөспірім кезінде шамасы келгенше оны жеңілдірмеуге тырысады екен. Неге? Ол баланың бойында сенімділік пайда болсын деген ниет. Былайша айтқанда, мен жеңемін деген нақ сенім пайда болсын деп әлсіздеу балалармен күреске шығарған. Оның бойында жеңемін деген өзіне сенім қалыптасып, кейін ересектердің арасына барғанда жарып шығады екен. Сол сияқты олды да мықты қылып тәрбиелеу үшін, немесе мықты ініңіз, мықты балаңыз болу үшін өмірде оның бетін қайтарып алмау өте маңызды. Мысалы, жар таңдаған кезде қыз бала көбіне дайын жігітті іздейді. Ақшасы, үйі, жағдайы бар дайын жігітті қарайды. Ол жасырын емес. Кімде болсын дайын нәрсеге барғысы келеді. Бірақ бірінші, екінші, үшінші орында не тұру керек? Осыған мән бере бермейміз. Егер бізге керемет машинамен келіп, жақсы мейрамханаға барып, әзілі аралас жақсы әңгіме айта алса, біз осы қасиетін бірінші орында болуы керек деп ойлауымыз мүмкін.
Алайда оның артында қорқынышты тарихы бар шығар. Талай қыздың көз жасына қалған, әке-шешесін ренжіткен болуы мүмкін. Біз бірінші көрген көрінісімізге әсерленеміз. Бұл жайында дініміз, ата-бабаларымыз не дейді? Ең бірінші жігіттің рухани тазалығына мән беріңдер. Адамгершілігі қандай, иманды ма, Құдайын тани ма, кеңпейіл адамгершілігі зор, қарапайымдылықты сақтай алатын жігіт пе? Екінші, мінезіне қараңдар. Мінезі қиыншылықта да, қуанышта да шамалас болып, көркем мінезді болса, қызың жыламайды дейді. Сондықтан тұрмысқа шығатын қыз бірінші кезекте жігіттің иманына, адамгершілігіне, екінші көркем мінезіне қарау керек екен. Қыздың әке-шешесі де, қыздың өзі де. Бір нәрсені біліңіз, иманы мен адамгершілігі, көркем мінезі бар жігіт адамдармен тез тіл табысады екен. Кез келген жерге жұмысқа тұрады. Кез келген жобаны жүзеге асыра алады деген сөз. Ол адам жерде қалмайды. Есіңізде болсын, иманды болса, көркем мінезді болса, демек ол мәмілешіл, еңбекқор болады. Ол адамның кесір сапаты жоқ. Ол адам байиды, сізбен бірге көтеріледі. Ал енді сіз ойлағандай бай, көлігі, үйі, білімі, ақылы бар жігіт кездессе, өкінішке қарай ондай адамға бәсеке де көп болады. Ондай жігіттің қызы бар, немесе сізбен сөйлесіп жүрген кезде басқа жақта басқа да қыздары болуы мүмкін. Немесе әйелімен жараспай қалған деген сияқты тағдырлы жағдайлар болып жатады. Сондықтан мүмкіндігінше сіз тұрмысқа шығатын кезде осы екі нәрсеге мән беруіңіз керек. Иманы, адамгершілігі мен көркем мінезі болса, ол дүниеде де табады және сізді де жылатпайды. Біздің қоғамда бала кезден орын алатын қайшылықтар бар. Неге қазір қыздар сәл пысықтау, ұлдар сәл ынжықтау болып жатыр? Мысалы, бірінші сыныпқа ұл мен қыз келді делік. Көбінде 70% қыздар пысық болады да, 70% ұлдар ойлануда. Сабақта барлығында кішкене кенжелеп қалады. 7-8 жастағы балаларды айтып отырмын. Пысықтау болғасын мұғалімдер қызды староста қылып қояды. Сөйтіп, қыз мұғалім жоқта отыр, тұр, шық, шулама деп ұлдарды басқара бастайды. Бірінші сыныптан бастап ұлдарды басқарады. Ал сәл бостау болғасын ұлдар қыздарға бағынуына тура келеді. Жайлап қыздардан сабақ көшіреді. Қыздар сабақ айтып бес алып жатса, қызығып отырады. Ұлдар сабақтан қашып ойнап кетеді. Ұрысты көбірек естиді, ал қыздар пысық келеді. Мақтауды көбірек естиді. Осылайша 6-7 жасынан бастап ұлдар қыздың артында тұруға, ал қыздар ұлды басқаруға дайын бола бастайды. Бұл өмірдің шындығы. Сондықтан ұлдар мен қыздарды бөлектеп оқытқан мектептерде кейде нәтиже мықты болып шығады. Иә, бұдан бас жарылып көз шықпайды. Өмір жалғаса береді. Бірақ бірінші сыныптан бастап староста қызға бағынған ұл бала жайлап қызға бағынып кете береді. Кейін өзім басқаратын бір пысық қызға үйленгенде де шешімді сен қабылдай берші. Әйелім қабырғам, сен білесің ғой, сен айта берші бопты, деп қыздың басқаруына, қыздың шешім қабылдауына, әйелінің басқаруына, әйелінің айтуымен жүріп тұруына бейім тұрады. Өйткені кішкентайынан соған бейімдеп жатқанымызды қоғам өзіміз байқап жатқан жоқпыз. Сөйтеміз де, ой ұлымыздан айырылып қалдық, келін басқарып кетті дейміз. Келін де оны басқарайын деп жатқан жоқ, кішкентай кезінен жақсы оқыды, пысық, белсенді болды. Сөйтіп ұлдарды басқарып, ұлдардың үстінен қарап, ол да ұлдарды алаңсыз бағындыра алатын қабілеттің иесі болып қалды. Мінекей, осы сияқты өмірдің қаншама біз байқамаған тұстары бар. Үйдегі қыз балаға айтарым, қыз баланың үйде ағасы болса, сол ағасына қызмет жасаудан қиналмасын. Ағаңның төсегін жинай сал, киімін үтіктеп бер. Сол кезде ертең тұрмысқа шыққасын мықты жігіттен өмір сүру оңай болады. Ал егер ағаңа қызмет жасап, ініңізге ізет көрсетпесең, кейін саған мықты жігітпен өмір сүру қиын болады.
Өйткені мықты жігіттің өз талаптары болады. Онда сен өзің де мықты жігіт іздемейсің, өзіңнің артыңнан ілесіп отыратын әлсіз жігіт іздейсің. Айналайын қарындасым, отбасы ошақ қасының өзінде сен ағаңа қызмет етіп, әкеңнің аяқ киімін тазалап, шай беріп, киімін үтіктеп, ініңе қызмет жасап жүрсең, ертең мықты жігітке тұрмысқа шығатын мықты қыз боласың. Әрине, әрдайым қызмет қылмайсың ғой. Саған талап қоя алатын жігіт зұлым дегенім емес. Яғни оның өзіне лайықты мінезі бар, өзінің қадір қасиетін білетін жігіт деген сөз. Өкінішке қарай, ағаңды сыйламасаң, ініңе ізет, әкеңе қызмет көрсетпесең, біраздан кейін мықты жігіт кездессе де, оған күйеуге шыққан келмейді. Мына жігіттің талабы көп, мінезді екен, харизмасы жоғары екен деп өзің-ақ қашып кетесің. Неге? Отбасыңда ондай нәрсеге бейімделмегенсің. Шамаң келсе, отбасында аға іні сыйлап, әкеңе қызмет қылып, яғни ер адамның алдында қызмет қылуға ыңғайланып тұрсаң, Алла сенің ниетіңе орай мықты жігітті кездестіреді. Сол кезде бір-біріңе сәйкес болып шығасың. Енді сен мықты, қабілетті, жан-жақты қызсың делік. Бірақ отбасында ер адамға қызмет қылудың үлгісін көрмеген болсаң, немесе әкең әлсіздеу, анаң мықтылау болса, сен де өмірден әлсіздеу жігіт іздейсің. Әлсіздеу жігіт саған ыңғайлы болып тұрады. Бұл сенің тағдырың. Бұл сенің тәрбиеңнен көріп жатқан жемісің болып есептеледі. Сондықтан кішкентай кезіңнен ұлды, ер адамды құрметтеп, жоғары көтеріп, сәл алдыңа өткізіп отырсаң, қазір әкем келсін, інім келсін, інім келген соң тамақтанайық деген сияқты ер адамға сәл де болса артықшылық берсең, одан сенің феминистік көз қарасың сынып кетпейді. Одан сенің әйелдік мәртебең түсіп қалмайды. Қыз ретінде абыройың төмендемейді. Мінекей, Алла тағала сіздің болашағыңызға осындай жақсылықтарды нәсіп етсін деп сұраймыз. Қазіргі замандағы қыз балаларға бұрын соңда адамзат тарихында берілмеген мүмкіндіктері беріліп тұр. Кәсіп жасаймын деген қыз бала әлеммен сауда жасап жатыр. Қыз бала оқимын десе, әлемнің бүкіл түкпірі қыздарды оқуға шақырып отыр. Қыз бала депутат боламын десе, мемлекет квота бөліп, орынды да үйіп төгіп жатыр. Қай жерде болсын есік ашық. Заң сен жақта, бірақ кез келген мықты деген қыздың өзі мықты еркекке арқасын сүйегісі келеді. Мықты деген әйелдің өзі мықты еркекпен жұптасып өмір сүргісі келеді. Айналайын қыздар, айналайын келіндер мен жеңгелер. Мықты жігітті тәрбиелеп шығару, мықты жігітті қоғамға қосу 90% сендердің қолдарыңда тұр. Әуелі Алла, содан кейін сендердің қолдарыңда. Өйткені тарихтағы қаншама мықты тұлғаларды көрсек, кішкентай кезінде әкелері қайтыс болып кеткен, аналары Аллаға сыйынып, өздерінің білімін, тәжірибесін, махаббат мейірімін төгіп, 1000 жылдық тұлғаларды тәрбиелеп берген екен. Қарасаң, Шоқанның, Абайдың, Ыбырайдың, Ахмет Байтұрсыновтың арғы жағында алып аналар тұр. Бауыржан Момышұлының артында алып анасы тұр. Тарихтағы Имам Бұхари, Абу Ханифалардың артында мықты аналар тұр. Аналарымыз ойбай әкесі жоқ, қоғам қысып жіберді деп жылана бермеу керек. Шын тырыссаң, балаңды мықты еркек қылып шығаруға болады. Оларды 1000 жылдық болмаса да 100 жылдық тұлға қылып шығару әйел адамдардың қолында. Мүмкіндігі жетеді. Сондықтан осы мәселе бойынша арнайы бір Алладан сұрап дұға қылғымыз келіп тұр. Я рақымды, мейірімді Алла, ел ағасы ғой, осы кісіден бір тәжірибені түсініп, өмірімізде жүзеге асырсақ деп кітабымды қолына алған аяулы қарындастарымызға, келіндерімізге, жеңгелерімізге, аналарымызға осы білімді пайдалы қылшы. Алла тағала оларды білімі мен тәжірибесінің арқасында өзінің өмірдегі орнын, берекесін тапқан қыз-келіншектер болуды нәсіп етші. Алла қыздарымыз арқылы біздің ұлтымыздың сапасын көтерсін.
қыздарымыз арқылы жігіттеріміздің жүрегіне қуаныш шаттық сыйласын. Осы қыздарымыз арқылы Алла тағала еліміздегі сәулелі білімдерді, пайдалы кәсіптерді дамытып, олар отбасында ғана емес, отанына да пайдасы тиген тұлғалы қыздар болуды нәсіп етсін. Қыздарымыз жыламасын. Қызы жыламаған қоғамның езуінде күлкі жүреді, езуінде күлкісі болған қоғамның бітпейтін тойы болады. Алла тағала осы қыздарымызға қамқор болып, сол қыздарымыз жердің астындағы алтын күмістен қымбат екенін, сол қыздарымыз ормандағы қарағай еменнен көркем екенін, аспандағы ай мен жұлдыздың сұлу екенін сезінетін қоғам болуын нәсіп етсін. Бақытты болыңдар. Алла әр қайсыларының бақыттарыңды берекелі қылсын. Әумин.